Сәлем достар, сізбен бірге Пазл каналы. Қазақ хандығының негізі қалаушы ұлы екі тарихи тұлғаның бірі, алғашқы қазақ ханы, Ақ Орданың ханы Ұрыс ханның ұрпағы Керей хан туралы айтатын боламыз. Керей хан Болаттың жалғыз баласы. 15 ғасырдың ортасына дейінгі тарихи оқиғаларда Керей хан туралы мәліметтер кездеспейді. Алайда тарихи Рашиди атты Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбегінде былай делінеді. Ол кезде Дешті Қыпшақты Әбілқайыр хан биледі. Ол жошы әулетінен шыққан сұлтандарға күн көрсетпеді. Нәтижесінде Жәнібек пен Керей хан Моғолстанға көшіп барады. Есенбұға хан оларды құшақ жая қарсы алып, Моғолстанның батыс шетіндегі Шу мен Қозыбас аймақтарын береді. Олар барып орналасқан соң Әбілқайыр хан дүние салады. Өзбек ұлысының шаңырағы шайқалады да ірі шиеленістер болады. Оның үлкен бөлігі Керей хан мен Жәнібек ханға көшіп кетеді. Сөйтіп олардың маңына жиналған адамдардың саны 200 мыңға дейін жетеді. Билік жылдар жайында айтатын болсақ, Керей хан мен Жәнібек хан қол астында ру тайпаларымен 1457 жылдың күзінде Шу өңіріне көшіп келген. Ал 1452 жылдың көктемінде Керейді хан етіп көтереді. Керей хан мен Жәнібек ханның бөлінуімен көшпелі өзбектер мемлекетінде ыдырау процестері басталады. Әбілқайыр ханға наразы сұлтандар, әмірлер, ру тайпалар басшылары Керей хан мен Жәнібекке келіп қосылады. Аз уақыт ішінде қазақ хандығының халқы өсе бастайды. Керей хан мен Жәнібек ханның арқасында Есенбұға ханның ағасы жеңіске қарсы күресте сенімді әрі мықты одақтас табады. 1462-69 жылдары Моғолстан ханы Досмұхамедтің мәнсіз мағынасыз жүргізген саясаты салдарынан Керей хан Жүніске қолдау көрсете бастайды. Ақыры 1469 жылы Досмұхамед хан қайтыс болғаннан кейін Моғолстандағы билік басына еш қиындықсыз Жүніс хан келеді. Керей хан тұсында негізі қаланған Қазақ-Моғолстан қатынасы 16 ғасырдың 30 жылдарына дейін достық бейбіт сипатында болады. Әбілқайыр хан Керей хан мен Жәнібек ханның ықпалы күшейе бастағаннан қауіптеніп, оларды дер кезінде талқандау мақсатымен 1468-69 жылы жорық ұйымдастырады. Жорық кезінде Әбілқайыр хан ауырып қайтыс болады да әскері кейін оралады. Көп ұзамай көшпелі өзбектер мемлекетінде билік үшін талас тартыс басталып кетеді. Кешегі Әбілқайыр ханның қарсыластары Ахмет пен Махмұд хандар, Ноғай мырзалары Мұса мен Жаңбырлы, Сібір ханы Ибақ, Шайбанилық Береке сұлтан және қазақ хандар Әбілқайыр ханның мұрагері Шейх Хайдар ханға қарсы шығады. Өз әміршілер тарапынан ешқандай көмек ала алмаған Шейх Хайдар билік үшін күресте жеңіліске ұшырады. Бұдан кейін Дешті Қыпшақтағы билік Ұрыс ханның тұқымдары Жәнібек хан мен Керей ханның қолдарына өтеді. Олар тағы да 30 жыл бойы шайбанилықтармен табан тірес шайқасады. Бұл жағдай көшпелі өзбектер мемлекеті атының Дешті Қыпшақ болып өзгеруіне ықпал етті. Бір кездері Моғолстанға қоныс аударған адамдар өзбек ұлысында қазақтар деп атала бастады, және бұл атау бүкіл хандыққа тарай бастады. Солай жылдар өте Керей хан мен Жәнібек ханның басты мақсаты қазақ хандығын құрып ру тайпаларын басын қосу жүзеге асады. Керей ханның есімі тарихи деректерде соңғы рет 1472-73 жылдары Сырдария жағасындағы қалалар үшін Моғолстан ханы Жүністің ордасына Бұрыш сұлтанның шабуыл жасаған кездерінде айтылады. Керей ханның қандай жағдайда, қай жылы қайтыс болғандығы жөнінде нақты мәліметтер жоқ. Керей ханның 3 баласы болды. Олар Бұрындық хан, Қожа Мұхаммед және Сұлтан Әлі. Олардың ішінде 30 жылдан астам қазақ хандығын билеген Бұрындық ханның соңғы тақ билігі түпкілікті түрде Жәнібек ханның ұрпақтарын қолына өтеді. Керей ханның қалған 2 ұлы жөнінде деректер кездеспейді. Кенесары ханға дейін тарихи деректерге сүйенетін болсақ, 3000-ға дейін хан болған. Олардың көбі аттары біздің күндерге дейін ұмытылып жетпегенімен, қазақ хандығының бірінші ханы Керейді қазақ халқы ұмытпайды. Ал егер осы видео сізге ұнаса, лайк басып достарына көрсетіңіз. Және біздің каналға жазылуға ұмытпаңыз. Ал егер мына қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларды ешқашан өткізіп алмайсыз.